4-ші тоқсанның кестесін жариялау үшін кестеге өтеміз. Кестеден керекті сыныбымызды таңдаймыз. Мен 9 В-ны таңдадым. Енді 3-ші тоқсанның үстін басып аламыз. Сабақтарды түрлендіргіш басамыз. 3-ші тоқсан кестесіндегі осы кесте сұлбасын көшіру деген жерді басасыздар да, мына жерге ат қоясыздар, яғни 4-ші тоқсан. Сіз 4-ші тоқсанға жарияламақсыз ғой. Сол үшін 4-ші тоқсан дейсіз. 4-ші тоқсан кестесі әрі қарай жасау. Осы жерден қарайсыз. Өзгерістер болса, өзгертесіз. Мысалы, қай пәнде мұғалімдер ауысқан болса, мұғалімнің орнын ауыстырасыз. Мысалы, мұнда қазақ тілі мұғалімнің орнына басқа мұғалімді қойып, сақтау деп жасап алсаңыз болады. Сонда бүкіл 90-ға сол мұғалім түсетін болады. Әрі қарай барлығы дұрыс болса, сабақ кестеңізбен реттеп, дұрыс болса, жариялауды басасыз. Осы жерде 4-ші тоқсан деп басуды ұмытып кетпеңіз. 4-ші тоқсанды басасыз. Осындай бос бет пайда болады. Мына жерге птичка қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздің барлық сабақ кестеңіз осы бос орынға түсетін болады. Барлығы дұрыс болса, астына түсіп, жариялау деп кестені толық жариялай аласыз.